Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым. Арқалық қаласындағы облыстық нөмірі 2 әмбебап ғылыми кітапханасының ақпараттық библиографиялық қамтамасыз ету бөлімі 2025 жылға берілген атаулы күндер күнтізбесіндегі өз өлкеңді өзгеден бұрын таны атты сәуір айындағы мерейтой иелеріне арналған онлайн шолуды назарларыңызға ұсынамыз. Кеңес одағының батыры Баймағамбетов Сұлтан Біржанұлы 1920 жылдың 1 сәуір айында Қостанай облысына қарасты Әулиекөл ауданындағы Қоянды ағаш деп аталатын ауылда қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Ол орта жүздің ішіндегі Байғұлақ руынан шыққан. 1920 жылдардағы ашаршылық салдарынан ата-анасынан ерте айырылып жетім қалды. Содан кейін әпкесі Зейнептің қолында тәрбиеленген. 1937 жылы Қоянды ағаш ауылында өрт шығып, ағаштан тұрғызылған мектеп өртеніп кетеді. Сондықтан бала Сұлтан 6-7 сыныпты Қарақалпақтың 7 сыныптық панасыз балаларға арналған мамандырылған бюджеттік мектеп-интернатында оқыды. 1940 жылдың қазан айында Сұлтан Баймағамбетов Қызыл әскер қатарына шақырылды. Сөйтіп полктық мектепті бітіреді. 1941 жылдың маусымынан бастап Ұлы Отан соғысына қатысып, Ленинград маңында шайқасады. Сұлтан Баймағамбетов 67-ші әскер 43 атқыштар дивизиясы 147 атқыштар полкінде пулемет бөлімшесінің командирі болды. 1944 жылы 21 ақпанда КСРО жоғарғы кеңес төралқасының жарлығымен аға сержант Сұлтан Баймағамбетовке қайтыс болғаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы берілді. Сонымен қатар ол Ленин орденімен және Ленинград қорғаны үшін медалімен марапатталды. Ерлікпен қаза тапқан батыр Сұлтан Баймағамбетовтың денесі Ленинград облысының Синявино кентіндегі Синявино биіктігі бауырластар зиратына жерленді. Ақын, жыршы Отан Арманғалиев 1945 жылы Қостанай облысы Жангелдин ауданының Көгалат ауылында дүниеге келген. 1962 жылы Жангелдин орта мектебін бітірді. 1962-64 жылдары Торғайдағы механизация училищесінде оқыды. Жас маман оқу бітірісімен еңбек жолын туған жерінде механизаторлықтан бастайды. Жұмыс істеген жылдарда еңбек озаты болып, өзінің іскерлігімен елге таныла білді. Кезінде Кеңшар партия комитетінің бюро мүшесі, жергілікті кеңестің депутаты, аудандық партия комитетінің мүшесі, ауданның чемпион механизаторы, аудандық партия конференциясының бірнеше дүркін делегаты болды. Халық ақыны Қонысбай Әбілдің өтінішімен Отар Нұрманғалиұлы аты жазылған касемсотқа ие болды. Еліне өнерпаз ретінде де етене таныс. 1999-2001 жылдары туған жері Көгалат ауылының имамы болады. 2002 жылдан 2008 жылға дейін Арқалық қалалық мешітінің бас имамының көмекшісі, мешіттің баспасөз хатшысы болып қызмет атқарған. Құрметті оқырман қауым, сәуір айында туған мерейтой иелері жайлы толық мағлұматтар мен мәліметтерді кітапханамыздың ақпараттық библиографиялық қамтамасыз ету бөлімінен ала аласыздар. Назарларыңызға рахмет.